Құмырсқалар аралардың ең жақын туысы болып келетін жәндіктер. Олар өздерінің таңғаларлық командалық іс-әрекеттеріне байланысты планетамыздағы ең көп организмдердің бірі. Тіпті жылы мемлекеттерде 1 гектар жерде 20 миллионға дейін құмырсқалар мекен етеді екен. Дәл осы командалық күш құмырсқаларды планетамыздағы бірден-бір ең мықты біртұтас супер күш етеді. Дәл қазіргі кезде саусақтың ұшынан да кішкентай чиптар және бақылауға арналған әртүрлі керемет камералардың арқасында құмырсқаларды бақылау және зерттеу оңайлана түсті. Сонымен қалай ғана осы бір кішкентай тіршілік иелері бір-бірімен синхронды түрде қатынасып жұмыс жасай алады. Дәл қазір сіздің астыңызда да мыңдаған құмырсқалар тіршілік жасап жатқан болуы мүмкін. Олар бірге қызмет етеді, бірге кішкентай құмырсқаларды өсіріп тез көбейеді және барлығы бір супер организмді құрайды. Американың нулы ормандарында мынадай құмырсқалар тіршілік етеді. Бұл құмырсқалардың армиясы бірге жүргенде ормандағы бүкіл тірі организм бұлардан тығылып қалуға немесе қашуға тырысады. Әйтпесе бұлар барлығын азық ете алады. Өйткені бұлар бір-бірін жақсы түсініп өте керемет қызметтер істейді. Егер азық үлкен болса немесе қиындық туындаса, құмырсқалардың армиясы суперорганизмге айналуға дайын. Бұл барлық дерлік құмырсқаларға тән қасиет. Қарап отырсаңыз, барлық құмырсқалар бір тұтас болып шынымен қызмет етеді. Кез келген құмырсқа армиядан шығып өзімен-өзі басқа жәндіктер сияқты өмір сүре алады. Бірақ құмырсқалар олай жасамайды. Олар үнемі бірге жұмыс жасайды, үйлерін бірге салады, бір-біріне көмектеседі. Ғалымдар бұл жәндіктерді социалдылар деп атайды. Былайша айтқанда, құмырсқалар бейне бір программаланып қойған компьютер сияқты, өзінің армиясынан ұрыс-керіссіз синхронды түрде бірге қызмет етеді. Мына құмырсқаларды ұзын аяқты құмырсқалар деп атайды. Бұлар көбінесе Солтүстік Америка шөлейттерінде мекен етеді. Олар шөлейтте не мекен етеді, солардың бәрін азық етуге дайын. Арнайы камерамен бұл құмырсқалардың илеуін қараған кезде 3000-даған құмырсқалардың әр тарапта қызу жұмыс істеп жатқанын көруге болады. Илеу жер астындағы үлкен қалаға да ұқсайды. Илеудің дәл жүрегінде құмырсқалардың басшысы, яғни аналық ханшайым мекен етеді. Бұны касталық режим деп атайды. Яғни аналық осы бір үлкен армияны басқарады. Бұл барлық құмырсқалардың түрінде бар. Ал мынау орталық Американың джунглилерінде мекен ететін қыдырғыш құмырсқалар. Олардың колониясы осы ормандағы ең үлкен колония болып есептеледі. Жақындап қарасақ, бұлардың бір тынымдап жатқанын көре алмаймыз. Бұлардың ерекшелігі, олар топ-топқа бөлініп жұмыс жасайды. Мысалға, специалист құмырсқалар басшысы берген арнайы қызметтерді орындайды. Бұл кәдімгі адам жасушалар сияқты. Миллиондаған жасушалар қосылып ағза түзесе, бұл құмырсқалар топ-топқа бөлініп жұмыс жасайды. Арасындағы үлкендеу құмырсқалары жұмыс жасап жатқан құмырсқаларды күзетеді. Ал кішкентайлары орманға барып тамақ жинайды. Құмырсқалар азық тапқан кезде дереу арттарынан иіс қалдырып илеудегі құмырсқаларды шақырады. Дәл осы иіс арқылы құмырсқалардың армиясы үлкен жәндікті қолға түсіреді. Әрбір құмырсқаның аузында арнайы у болады. Дәл сол у арқылы жәндікті оңай тісте алады. 3-4 сағаттың ішінде шегіртке сияқты үлкен жәндіктердің өзін жоқ қыла алады. Қыдырғыш құмырсқалардың тағы бір ерекшелігі, олардың илеуі болмайды. Бір-біріне жабысу арқылы үлкен денені құрап, соны үйшік етеді. Құмырсқаларды да таққа таласу деген нәрсе бар. Аналықтың басқаратынын айтқан болатынбыз. Егер бір илеуде 3-4 аналық басшы болғысы келсе, олар бір-бірінен сайысқа түседі. Бір-бірін өлтіру арқылы кім ең соңында тірі қалса, құмырсқалар армиясы оны ханшайым етіп қояды. Ал қалған аналық құмырсқаларды өлтіріп тастайды. Және сол ханшайым құмырсқа басқа құмырсқаларға қарағанда ірірек болады. Құмырсқалар болмаса, планетада теңсіздік болар еді. Өйткені құмырсқалар биоциклда үлкен рөл атқарады. Құмырсқалар арқылы жер тазарады және олардың көптігі соншалық кәдімгі жасушалар сияқты. Бір ғана аналық миллиондаған құмырсқаларды басқарып, олардың бірге қызмет етіп, бірге қорғанып, бір тұтас ағза сияқты өмір сүруін қадағалайды.
Дәл сол қасиеттері әлемнің ең ақылдыларын ойға салуда. Ал біздің видеомыз соңына жетті. Арнаға тіркелмесеңіз тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоға лайк қоя кетіңіз. Сіз үшін саусақ тигізу, ал біз үшін үлкен қуаныш.